Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, достар, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Сіздермен Бірлік каналы. Қазір міне таңғы малдарды жайлауға шықтық. Фермердің бір күн уақыты осылай өтеді. Қораға кіріп жатырмыз. Біздерде әлі ауа райы жылы. Далаға шығарып жіберіп жатырмыз. Осындай сиырлар далаға шығарып жібереміз. Тұрған жерлер, өздерін жататын жерлер осындай таза. Боқты шыққан кезінде мына жерге шығады, арқасына. Жатқан жерлері тамаша. Осы қора салатын жігіттер осындай қораға кеңес берерім. Сосын тазалап аламыз, әне. Мына жағы да сондай, құрметті көрерменді. Осы жерге шығады, свет. Жарық жерді көрсетейді. Жатқан жерлері міне құрғақ. Шықса, осы арқасына таза. Достар, мыналар ұрғашылар. Ұрғашы қашарларды үйге кеп бордақылап жатырмыз. Себебі ана жақта ылғи еркектердің қасында бұл болмайды. Өткенде мынау күйге кеп қап, осыны не қылды. Енді зорлап тастады. Ол үшін үйге, мына екеуін үйге кеп бордақылап жатырмыз. Олардың да алдында әрдайым шөбі бар, әрдайым неке жемі бар, суы бар. Осылай. Мына жақта өздеріңіз білетіндей, мына жақ біздің шөп қора. Және жаздың күні, қыста ертең туылғасын бұзауларды андайында бөліп қойған клетка дейміз. Сол клетканың ішінде тұрады. Астынан жел не бол, шөп тастаймыз, астынан суық өтпесе болды. Мына қора салқын қора, сонда да өшеде тұра береді бұлар. 20 болса да, 30 болса да. Мына жерде ұрғашып бұзаулар. Олшын бір Галштин бұқа бар. Биыл осы Галштин таза фирмадан алынған Галштин жұмыс істеді. Осы биылғы туылатын бұзаулар Галштин болып туылады, Алла қаласа. Мыналар Герефордтан қашқан таза породалы Герефорд. Көріңіз, бәрі Герефорд болып туылды. Бастары ақ, үстері сары болып бұзаулардың барлығы. Осы құрметті достар. Қазір біздерде осы айда бір ай, бір жарым айда бізге демалыс, жұмыс аз. Себебі сиырлар сауып жатқан жоқпыз, бәрін жібердік. Барлығын жібердік. Барлығы суалып, демалсын деп сауып жатқанымыз жоқ. Аппараттар бәрі тұр пока. Достар, осы мен қазір далаға шығарып тастадық сиырларды. Олар қазір күн шыққаннан кейін өріске айда жібереміз.
Ал енді бұқаларға барайық. Мына жерде жылқылар тұр. Бұларға сиырлардың жемегендерін, шөптерін апарып тастаймыз. Олар жеп қояды. Ал енді құрметті достар, бұқаларға барамыз. Енді сапасы нашар. Сонда да таңертең мен не істеймін, барлығын түсіріп көрсеткім келіп отыр. Осы ауылымыз, көшелеріміз жарық, тас жол бар ме? Ауылда газ бар. Үйдің ішіне су тартылған давлениемен. Үйдің ішінде су бар. Так. Ал базамыз, светі жарқырап тұр. Үйге 200-300 метр жер, ауылдың шеті. Мен база. Осы ауыл менен қораның ортасында күнде 10 мәрте, 15 мәрте қатынаймыз. Әзір енді бұл қараңғы, дұрыс көрінбей тұрған шығар. Күн ауа райы қазір бұлт боп, тұман боп тұр. Бізде күнде 2-3 градусқа дейін ғана болады. Жер деген жарық, құрғақ. Осы базаға келдік. Осындай свет жанып тұрады түнде. Ал ашамыз. Оба, светті қосамыз. Мінекей. Бірінші мен бұқаларға кірген бойдан қазір жарығын қосамыз. Суын қосамыз. Бірінші кезек суын қосамыз. Су кішкентай бар алдында. Мінекей су бар. Және қосып қоямыз. Астауларын жалап қойған. Қазір таңғы сағат 6:30-7 болып жатыр. Кеше 4-те салғамыз. Мына жағы барлық жерін жалап қойған. Рахат қып. Достар, енді жалап қойған. Бірінші очередь суын қостық. Суын қосқаннан кейін енді қазір шөбін саламыз. Уже бүгін бұқалардың тұрғанына 78 күн болды. 78 күнде осындай нәтиже болып тұр. Достар, су жақсы әйтеуір. Қазір күн ауа райы жылы болып тұр. Бағана айтқандай су қатпайды. Су әрдайым тұрады менде. Жем, міне осы мен жемді салар алдын ғана таусылады. Жемі осылай қып береміз. Қазір суын құйдым, ішкені кеп ішет, шөп саламыз. Шөпті де алыстан тасымаймыз. Осы жерге бәрін дайындап қойғамыз. Жақын жерден, осы жерден тасып береміз шөпті. Мінекей достар, шөбін салдым. Бір 5 минут, 10 минут па болды шөбіне. 10 минуттай болды, барлығы жеп тұр шөбін. Енді су әрдайым бар. Су өсіп келеді. Құйып қоям, келеді, ішет, кетеді. Әлі толған жоқ, келіп ішіп кетіп жатыр. Ішеді, кетеді, кезек-кезек. Осындай шөбін жейді. Осындай болады ортасында.
Міне достар, малды бордақылаған кезінде, мына шөп жегенде, жем жегенде таласып, бір-бірімен сүзісіп жемеу керек, ермін, еркін болу керек та барлығы. Мына жағында да солай, үш жағына салып жатырмыз. Ана төртінші жағына да салса болады негізі. Енді және бір айдай көреміз, егер өсіп, ана үлкейіп орын симай жатса, ана төртінші жағына да саламыз. Ол қиын емес. Ана жерлерде орын бар. Өстіп қырылмайды, жойылмайды, бір-бірімен таласып, тармасып шөптерін жейді. Мен деген мыналар шөптерін жеп жатқанда қос мынаны дайындап қойдым, жемін дайындап қойдым. Міне достар, жемін осы трактормен тарқатамыз, жұмысты жеңілдетіп. Осы мына жағына трактор сыймайды, арбаға дайындап қойдық. Енді мына жағын көрсетейін. Мына жағы осылай. Өзіміздің жүретін жерді қолдан келгенше таза, құрғақ ұстауға әрекет етеміз. Көңіл бөлсеңіздер, өзіміздің жүретін жер осылай. Ешнәрсе мешат етпейді, таза, бұқа кемейді, тышпайды, симейді, әдемі болып тұрады. 78 күндегі нәтиже, бұқалар өзі кішкентай еді. Мүлдем кішкентай еді. Қазір көз тимесін, Алла тіл көзден сақтасын. Нәтиже жақсы, өзіме ұнап жатыр. Сол өзім сементалым, 10 айлық, 10,5 айлық бұзау. Осыны тұқымға алып қаламыз. Ақырындап өстіп тұқымды жақсы қып, осындай породаға көшіреміз. Былтыр Герефорд істеді, жұмыс істеді, биыл Галштейн. Сосын ендігі жылы осы сементалға тоқтадық. Қазір көңіл бөлсеңіздер, арқалары мына біреулердің уже тегістеліп бастады. Мойындары бар. Және бір ай, 1,5 айдың ішінде және бір 15-20 килограмм қосады деп үміттенеміз. Мыналар да уже келе жатыр. Мыналарға әлі февральға дейін тұрады. 3 ай тұрады. Ертең 1,5 айдан бастап соямын. Және мен сойғым кеп отқан, мен дүкенге сатқандай халыққа сатқым кеп отыр. Дүкенде мякіт қылып, центровой қылып, фарш қылып сатады ғой. Дәл сөйтіп сатқым келіп отыр, достар. Алдын дүкенге 3200-ден апарып беретінек. Енді қазіргі баға 3200. Ал енді өзім дүкендегідей сойып сатам, қандай нәтиже болады? Егер үстінен 70-80 мың айырмашылық болса, уже басқа дүкенді ойластыруым керек. Дүкенді ойластырам енді. 2-3-еуін солай сатамын. Егер әр қайсының үстінен 70-80 мың қалса, ол кезде сондай ойым бар енді, Алла қаласа. Дүкен ұстайтын жігіттер бар ма екен? Пікірлерің жазыңыздар, қалай болған дұрыс, неден бастаған жақсы. Жігіттер бір 15 минуттай болды. 15 минуттай болды. Енді жемін тарқатамыз. Уже жеп болып қалды. Мына жерлер таусылды. Толтырып салғамын. Мынаумен қалай жұмыс істейді көрсетейін. Осылай болады. Кілтін ашамыз. Подсос тартамыз. Мынау дәл Жигулидегідей, бисмилlah. Мына жағы гидравлика. Көтеріп аламыз. Ал.
мынаны туырлаймыз ауаға. Азғандай түсіреміз. Болды. Енді мына ашамыз. Мына жерде анау ашылады былай шық етіп. Болды, міне түсіп жатыр. Енді ақырындап жүріп отырамыз. Мынаны қосамыз ішіндегі шнекті. Оп деп көбірек түседі сол кезде. Осылай тарқатып шығамыз, достар. Асықпай. Таңғы жұмысым осымен бітті, достар. Мына осы бір қолдан істелген техниканың арқасында жұмысым көп жеңілденді. Техникаға келсек, мына ковштың ішіне 160-170 килограмм кетеді. Осы тұрсында бетпе-бет толтырамыз. Осы мына жерде тесігі бар. Сол жерден ашылады бұлай. Қазір ол ашық тұр, не көрініп тұр ма? Бұлай жауып қоямыз. Соны ашамыз да, сол кезде мына жерден ағады. Мынауға жаңа астауға бұлай туырлап жүріп жүреміз. Мына ішінде шынек бар. Мына шынек бар. Мясорубкың ішіндегідей ол айналып тұрады. Солы мына гидромотор айналдырады. Осы айналдырады оны. Көтеріліп түседі. Мынау арқылы көтеріліп түсіреді. Мынау да МТЗ-нікі. Мынау рулевойдікі, мынау кундікі. Мынау былай жатады және. Сол бәр корпусы швелерден 20-лық. 200-лік дейміз. Қалғаны мосты, коробкасы, сцеплениясы, қалған бүкілі недікі? Жигулидікі астындағы карданы. Кардан. Бәрлігі Жигулидікі. N-10, гидравликаға N-10 істеп тұр. Мына гидробаға 10 литрлік. Тормызы Жигулидікі. Мотор 15 аттың күші бар. Мотор китайский. Рулі Жигулидікі. Осылай. Осы кішкене ғана техниканы өзіміздің Қазақ Абай деген ағамыз Қостанайдан. Сол жасап берді. Одан және ковшы бар, кішкентай құм, қар тазалайтын, және сығы бар, шөптерді көтеретін. Сондай насадкілері бар. Міне, достар, жұмыс бітті, су құйылды, жемін салдық, жемін қырылмайды, уже тойғандар кетіп жатыр. Суын кеп ішеді, жемін кеп жейді, қырылмай, осылай ермін еркін жүреді. Ізінен келе жатқандар бар. Бірінші мынау кетсе, мыналарда жақсы. Осы жемнің арқасында менде биыл нәтиже өте керемет, өзіме ұнап тұр. Себебі бұл келген кезінде кішкентай ет, өте кішкентай ет бұзаулар. Ішінде майдалар бар еді, 6 айлық, 7 айлықтар бар еді. Мандайлар. Осылардың өзі қазір өсіп келе жатыр. Үйренді жемге, бұқалар жемге үйренді, достар. Иісі, қораның иісі жоқ. Қорада егер иіс болатын болса, ол дұрыс емес. Сасық иіс болса, ол ішінде ашып жатыр. Қуыртылу процесі дейміз ғой енді. Ол дұрыс емес деген сөз. Қуыртылу жүйесі дұрыс емес. Сіздің шөп аз ба,
Или жем өте бидай ірі ма, соны қарап зерттеу керек. Сасымау керек. Қорада иіс жоқ бізде. Қорада иіс жоқ, достар. Мен қазір жемнің құрамын көрсетейін. Мен қалай беріп жатқан, қандай жем беріп жатырмын. Бәрін көрсетемін. Малға берген, жемді берген кезінде энергия, протеин, белок, клейковина, осы әртүрлі нәрселер болады жемнің құрамында. Соларды теңестіріп беру керек. Мынау жемнің 50% арпа, 25% бидай, 7% жымық, 7% шұрот, екеуін қосқанда 14%, 10% кебек. Менде жем былай тұрады. Бір қапшығы 1400-ден алып жатырмыз. Мынау кебек. Мына жерде міне арпа жатыр осылай. Бұл да құрғақ, иісі жоқ, таза. Мына жерде бидай жатыр, достар. Бидай. Бұл да иісі жоқ, құрамы таза, құрғақ. Шұротым. Менің шұрот қазір көрсетемін. Мына қапшықта. Мына қапшықта шұрот. Азайды, бұны тауыш алып келу керек екен. Опа. Шұротты алып келу керек. Ол мынандай гранулированный шұрот. Жымайқымыз күнжара. Қазір оны да көрсетем. Күнжара мінекей. Бұл күнжара бізде шоколад секілді ғой. Көріп жатсыздар ма? Қазақстанский шоколад жейміз ғой. Қышыр деп. Сондай күш береді, энергия береді. Жемді осылай дайындап қоямыз. Жемнің 2,5 миллиметрден ірілігі аспау керек. 2,5 миллиметрден аспау керек. Одан майда болмау керек. Осы 2,5-2 миллиметрдің ортасында болса, мынау болады жеміңіз. Мына дробилкамен жарылады. Сағатына 3 тонна. Жұмысымыз осымен бітті. Жұмыс бітті. Енді осылай күндіз қайта келеміз. Суын береміз. Қазір бақылаймыз. Қайсысы ғана жеп тұр, қайсысы жемей тұр. Бақылауда. Жемей тұрса, неге жемей тұр? Оны қараймыз. Кейін бір айналып келіп жеді ма, жемеді ма? Суына қараймыз. Күн жағына бақылап жүреміз. Әсте келіп жатса, мешат етпей, тұрғызбай, ақырын келіп кетіп хабар алып жүреміз. Үйде жұмыс бітті. Үйде жұмысты жәрдемшіміз бар. Бағана көрдіңіздер осы видеоның басында. Сол өзі астына алады. Қазір айдап жібереді. Солай, достар. Осымен видео тамам. Қош, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркеліп алыңыздар. Пікірлеріңізді жазыңыздар. Жүректеріңізді қалдырыңыздар. Жақсы, сау, аман болыңыздар.